Ассалаумағалейкум барша мұсылман қыз-келіншектер. Мың айданда хайырлы болған қасиетті қадір түнін әйелдер қауымы қалай өткізеді? Бүгін осы сұрақ төңірегінде ең хайырлы деген 7 амалды атап өткіміз келеді. Алла алдында еркек те, әйел де тең. Сондықтан бұл түнді әйелдер қауымы да бір Аллаға құлшылық жасаумен өткізеді. Ер адамдар үшін бұл түнді мешітте өткізу абзалырақ болса, ислам әйелдерді мешітке барудан тыймайды. Алайда әйелдің құлшылық жасайтын абзал орны үйі. Тіпті хадисте үйде оқылған намаздың 27 есе артық екендігі айтылған. Ең әуелі Алладан өзіңіздің біліп-білмей өткен-кеткен қателіктеріңіз үшін шын жүрегіңізден кешірім сұраңыз. Және көбірек истихфар айтып, яғни астағфираллах сөзін бірнеше мәрте қайталаңыз. Екінші амал Аллаға зікір айтыңыз. Яғни альхамдулиллах, субханаллах, Аллаху акбар зікірлерін шамаңыздың жеткенінше көбірек қайталай беріңіз. Және пайғамбарымызға салауат айтуды да ұмытпаңыз. Үшінші хайырлы амал, жақындарыңызды ренжіткен болсаңыз, күндіз шын жүректен кешірім сұрап хабарласыңыз. Төртінші хайырлы амал Құран оқу. Егер сіз Құран оқуды білмесеңіз, өзіңіз білетін сүрелерді бірнеше рет оқу және оның мән мағынасына үңіле біліңіз. Бесінші амал ол намаз оқу. Келесі Қадыр сүресін 100 рет оқу. Соңғысы өзіңіздің ойыңызда жүрген дұға тілектеріңізді Алладан көбірек сұраңыз. Қасиетті Рамазаннан Рамазанға 4 көзіміз түгел аман-есен жете берейік. Жасаған құлшылық ибадаттарыңыз қабыл болсын.